Мектептен оралып келе жатырған Нұрай автобустан түсе салысымен үйге жеткенше асықты. Оның да өзіндік себебі бар. Аялдамадан көлікке отырғанда жолаушылар онша көп емес еді. Бос орынға отыра салған болатын. Бірақ кейінгі аялдамалардың бірінен топырлап міне бастады. Сірә немересі болар. Бастауыш мектеп жасындағы баланы жетегіне алған әжей мінді. Нұрай орнынан тұрып, орын ұсынды. Әжей немересін алдын ала жайғасты да, "Өркенді бол, қарағым", деп ризашылығын білдірді. Аз уақыттан кейін тағы да мойын бұрып, "Есімің кім, қызым?" деп сөзге тарта бастады. "Нұрай әже, нешінші сыныптың оқушысысың?" "8-ші сыныпта оқимын." "Әжең бар ма?" "Бар әже." "Айналайын", деп мейірлене қарады да, "Тіл көзден сақтасын. Бұрымың әдемі екен. Бұрымыңды кеспе айнам. Бұрымның киесі болады." Осы сәтте көлік жүргізушісі Нұрай түсетін аялдаманы хабарлап жатты. Ол әжеймен асығыс қоштасты да көліктен түсіп қалды. Сол әжейдің "бұрымыңды кеспе, киесі болады" деген сөзі құлағынан кетер емес. Үйдегі әжесінен сұрау үшін асығып келе жатырғанында сол болатын. Үйге кірісімен әжесін іздеді. Үстелге сөмкесін қойып, бесік тербетіп отырған әжесіне жете сала, "Әже, мен сізден бір нәрсе сұрайын деген едім", деп алқына отыра кетті. "Не болды, қызым? Алдымен демінді бас, сосын сұра", деді әжесі бесіктің сырғыған жабынын түзей отырып. "Әже, қыздың бұрымында кие болатыны рас па? Бұрымның киесі деген не?" Айналайын, бірдеңе боп қалды ма деп шошып кеттім ғой. Тыныштық екен ғой", деп әжесі сөзін бастады. "Я, Бота ханым, бұрын қазақ қыздары белінен асқан шашты кесуді жаман ырым деп білген. Себебі ұзын шашты орынсыз кесу адамның жолын кесіп, қасіретке ұшыратуы мүмкін. Сондай-ақ бұрымды кие санап қана қоймай, оны ардың белгісі деп бағалаған. Ертеде жазаның ауыр түрінің бірі бұрымды кесу болған. Ардан аттаған қыздың бұрымын кесіп, елге қарай бететкен. Сонымен бірге қыздар себепсіз бұрымын тарқатпаған. Тек қайғыда ғана бұрымын тарқатып, бүйірін таяна жұлып айтқан. Шашты кез келген жерге тарауға болмайды. Сондықтан тарағаннан кейін оны жинап алу керек. Аяққа тапталған шашпен бірге бастан бақта таян. Қос бұрым қыздың назы мен бостандығының белгісі. Қыздың көркі бұрымы. Бұл адал сөз күнім. Қыздың арын бұрыммен өлшесек, қыз қадірі мен қасиеті шығады. Қазір осы қадір қасиетті бағаламайтын қыз келіншек тіпті үлкендердің көбейгенді қынжылтады. Шаштарын жайғандар көбейді. Бұрымды қыз жоқтың қасы. Бұрымыңды қадірле қызым. Шашымды күткенін, басымның қадірін сақтағаның қалқам. Түсіндің бе, Бота ханым? Деп әжесі Нұрайдың қос бұрымын алақанына салып аялай сыйпады. Сәл көзі жасаурағандай болды. Сірә өзінің де әжесі есіне түскен болар. Әжесінің тізесіне еркелей басын салған Нұрай ұзақ жасаңыз әже деген тілеуін жәудірей қараған жанарымен білдірді.